сияқты жобалар пайда болды. Бірақ танымалдылық жас актерға тыйым салынған махаббат мелодрамасы шыққаннан кейін келді. Оның шын жүректен шыққан Бехлюл ойыны Алтын Кокон фестивалінің сыйлығымен марапатталды. Кванчтың серіктесі түрік киносының жұлдызы Берен Саат болды. Актер туған елінен тыс жерде де танымал. Актердің қатысуымен түрік телехикаяларын трансляциялау құқығын бір қатар шетелдік арналар сатып алды. Онымен бірге фильмдер әртүрлі тілдерге аударылды. Ресейде актер Курт Сейіт пен Александра әскери тарихи драмасының арқасында танылды. Ресей империясында орнатылған жобаның түсірілімі Ресей Федерациясының аумағында өтті. Актер билеушіге адалдық пен империялық билікті құрметтеуге тәрбиеленген патша армиясының офицері Курт Сейіттің басты рөлді сомдады. Журналистермен әңгімелесу барысында ол Ресейдің қатал қысқы жағдайында жұмыс істеу керек екенін, температура -30 градусқа дейін төмендегенін мойындады. Өмірге қауіп төндірмеді. Бірақ Кванч құлап жарақат алды, 5 қабырғасын сындырды. Сонымен қатар атқа мінуден қорыққан жоқ. Құлағаннан кейін 2 күн ішінде кейінге қалдырмай ер тоқымға оралу керек мақсаты тұрды. Одан әрі жұмыс жазатайым оқиғаларсыз өтті. 2016 жылы актер Батыл және әдемі мелодрамалық сериалында басты рөлді сомдады. Онда Джесур есімді жұмбақ жас жігітті бейнеледі. Оның сүйіктісі Сюфанмен махаббат хикаясы Шекспирдің отбасылардың араздығы туралы Ромео мен Джульетта трагедиясын еске түсіреді. Атақты адам қатысқан келесі көрнекті жоба «Кел балам» фильмі болды. Кинода ол жаңадан табылған ұлымен қарым-қатынас орнатуды үйренетін жас ер адамды сомдады. 2018 жылы «Соқтықсу» сериалының көрсетілімі басталды. Онда актер алтын көмелек номинациясына ие болды. С-245 сүңгуір қайығы сериясындағы жұмыс 2 режиссердің қатысуымен жүргізілді. Бұл командаға қолайсыздық тудырмады. Керісінше бұл қызықты тәжірибе болды. Актердің айтуынша процесс 4-ші эпизодтың